Өңірдегі нысандардың басым бөлігі жылу беру маусымына дайын. Олардың қатарында тек мектептер мен ауруханалар ғана емес, әлеуметтік қорғау нысандары да бар. Жалпы облыста орталықтандырылған жылумен қамтуды 11 кәсіпорын қамтамасыз етеді. Оның ішінде 44 жылу көзі бар. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен баспасөз мәслихатында облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы, коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қатынастары бөлімінің басшысы Алтынбек Әділбеков мәлімдеді. Семей қаласын жылумен қамтамасыз етудегі басты мәселелердің бірі қаланың оң жағалау бөлігінде сағатына 146,9 гигакалория құрайтын жылу энергиясының тапшылығы. Облыс бойынша жылу желілерінің жалпы ұзындығы 401 шақырым, желілердің орташа тозу деңгейі 64,2%. Оның ішінде Семей қаласы бойынша желілердің ұзындығы 325,5 шақырым, тозу деңгейі 66%. Жыл соңына дейін жылу электр орталығы 3 құрылысының техникалық-экономикалық негіздемесі әзірленеді, деді спикер. Сол жағалауда құтқарушылар скверін абаттандыру жұмыстары аяқталды. Төтенше жағдайлар қызметкерлерінің құрметіне саябақтың жанындағы ғимараттың қасбетінде әсерлі мурал жасалып, асфальт төсеу жұмыстары жүргізілді. Ыңғайлы орындықтар, тақырыптық шағын сәулет формалары және ойын алаңдары орнатылып, жарықтандыру жүргізілді. Сонымен қатар скверді абаттандыру жұмыстары жалғасуда. Қазіргі уақытта 4 алаңда жасыл көгалдар егілді. Қосымша ағаштар отырғызу жұмыстары жүргізілді. Жақын арада көп жылдық гүлдер отырғызу жоспарлануда. Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов апта сайын азаматтарды жеке сұрақтары бойынша қабылдайды. Бүгін Абай облысының қабылдау орталығында Нұрбол Нұрсағатов тұрғындарды жеке сұрақтары бойынша кезекті мәрте қабылдады. Қабылдау барысында 15 өтініш қаралды. Тұрғындар жеке мәселелерінен бөлек тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, сумен жабдықтау, абаттандыру және тағы басқа сұрақтар бойынша жүгінді. Нұрбол Төлегенұлы қабылдауға жазылған тұрғындардың арыз-шағымдарын, өтініштер мен ұсыныстарын тыңдай келе, әр сала бойынша нақты жауаптар берді. Бородулиха ауданындағы Жаңа Шүлбі ауылдық округінде ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында жолдарды орташа жөндеу жұмыстары басталды. Мердігер Семей жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Қазіргі уақытта Киров, Әбеуілов және Мердіқұлов көшелерінде жұмыс басталып кетті. Жергілікті тұрғындар жөндеу жұмыстары жол сапасын едәуір жақсартып, жолдағы қауіпсіздікті арттырады деп күтуде. Ауыл ел бесігі мемлекеттік бағдарламасы сондай-ақ мемлекет басшысының бұқаралық спортты және дене шынықтыруды дамыту жөніндегі тапсырмасы аясында Бородулиха ауылында дене шынықтыру және сауықтыру кешені салынуда. Құрылыс жұмыстары 2024 жылдың 30 тамызына дейін аяқталуы қажет. Дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылыс барысын Абай облысы мәслихатының төрағасы Қуаныш Сүлейменов тексеріп қайтты. Құрылыс орнына барып жүргізіліп жатқан жұмыстарды бақыладым. Аяқтау мерзімі жақындап қалғанымен әлі де атқарылатын жұмыстар көп. Құрылыс жұмыстарының 85% орындалды деген ақпарат шындыққа сәйкес келмейді. Құрылыс нысанына бөлінген қаражаттың дұрыс игерілмегені жөнінде құзырлы органдарға хаттар жолданатын болады, деді Қуаныш Сүлейменов. 1 тамыз күні сағат 15:55-те Авторынок базарының жанына заңсыз қоқыс тасталған. Үйінді күл қоқысы төгіп кеткен 16 ВС жүк көлігін тізгіндеген азамат. Жергілікті тұрғындардың бірі оны көріп қалып, ұялы телефонға түсіріп алған. Содан бері 5 күндей уақыт өтсе де қоқыс әлі алынбапты. Жергілікті тұрғындар полиция басқармасы мен әкімдіктен заң бұзған азаматты тауып жазалауын сұрайды. Бүгінге жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы, Семей таңы.